Gazetten haberinde okuganda işe bala şadım şaşı gitti.
Kelipdir köngül aytdım Kelen geley aytuğa köngül şirgen aqны qosqan eken Kudumda bir-birine kerilgende Ne keygen köngül ketib Sağatta şaba versin baramın dep bulungan Gözüdünен qırqırağa qamşılap Qatlı şaptı qalınganday ərkirley Uycu verip mağrıqay Qara deli olup atıp qaldı жүрmey taslauğa Ölüm tügün qurdalağa şayavlap Canıvarım ne qıldın dep ketekteyip Ketkizlasın biz sunağay Jaydırdı жалғыз günde qaratın et asılır Aslında yetkesi sunama asqavay Asqısыңды деп саналар киенге кеткен жазы бір салағай Не кездестім киерем солдан ағай еттің деп Еңбегің дешкем санаға табылса Не тәтті сөздің түгінді тәуі Ері бермес кесіп санай Мың жұмағай Harvamen artık bağan koyanalar gibi aysan Oldu bulağın, 3 kasır. Sonun toyuna, merekesine gelip oturdular. Bulgur жақсы mereke, gözlerimizde oldu. Gelbet atanın uzak öbür türgünün üçün olsunun şerafatlı ol. Kaçta göçkün göngün sandar. Sonday Carimbetinin bakıtı sana konup, gözlerimden kaçıp verim, gel macul göğsüp kalkabında bakıtı olunlar. Ben aytmam. Bitti başı olmadan türümüzde hiç var. Şırında Ne şıraylı yüzü Ne boldan bolda oy bolarsın Bul çiğiten ay Miyegi salday Ne basına bak bırkıtı Ne balapanda Bizir bağımtılar ay Anday anday Ne baktaşı bak kutuna Ne bulgandan soğuk kaldın Özak gelir ay Iskan tavray Ne götürürsün bul dünyadan Yesin ama terliktin Tengizden ay Ağmay kalmay Ne dünyadan bul siyahtı Ne bul kalmangar Ögütke bul siyahtı ay Bulak salmay Yegirde aşı telde ay Akgöz bolsan Kasından kaldın keter ay Kırık kalmay Ağanın o saytkanın alsan jaktap Ne kız günde itimak bolar ay Jazdan alvay Ay barakallah.
Өзіңіз осы көптен бері осы әулиенің шыққан жерін, жүрген жерлерін зерттеп, үлкен кісілермен бірге әңгіме, дүкен құрып, біраз еңбектер жасап жатыр екенсіздер. Жалпы осы Жәрімбет әулие жайлы шамалы бір анықтама беріп жіберсеңіз. Енді менің өзім әкем Тоймұратұлы Жандостың естуімнен осы Қарақтың басында Жәрімбет бабамыз жатыр деген әңгімені ертеректе естігем. Содан сол кісінің сол жатқан жерін зерттеп, біраз үлкен қарилардан сұрадық, ауылдың белді молдаларынан сұрадық. Осы ауылда Сәт Ақсақал осы жақында ғана қайтыс болды, 90-ға жақындап. Машарап Ақсақал екеуі де сол осы жерге көрсеткен, осы Қарақтың тауының ең биік жерінде жатыр екен. Сонымен 83 жылы осы мына құлпытасты кеп, 83 жыл сол майдың бас жағында қондырып кеттік. Осы жерде қазір материалдар да бар, суреттері бар, сол кезде түсірілген. Содан кейіннен осы басқа жаңа талаптан, Төретамнан біраз ақсақалдар келіп, осы жерден сол Жәрімбет бабаның бейітін іздедік. Сонан сол тапқанымыз мынау алдарыңызда тұрған кесене. Сол жерден сол үлкен құлпытасты тауып алдық. Сол құлпытасты өзі белуардан жоғары қарай көмілген екен. Майда арабша жазулар шықты. Оны үлкен кісілер сол оқып, әрі көріп еді, әбден көмескіленген, уақыт өзі әбден сол әріптердің бәрін жойған көрінбеді. Бірақ астыңғы жағынан шөмекейлердің, дөйттердің таңбасы шықты. Сонан кейін өткенде Түркиядан, Ауғанстаннан келген үлкен ақсақалдар кеп, соны жазуда бас жағын оқыды. Сол Жәрім деген сөзді оқыды, арғы жағын оқи алмады. Бұны шығылды, басқа қылды көр, сол ажан дұрыс оқтай алмадық. Енді сол замандарда, осыдан 250 жыл бұрын көмілген осы бабамыздан басқа осы Қарақтың басында белгілі азамат болған жоқ деп естимін өзім. Осы жатқан жан жағының бәрі қорым, тастардың бәрі, үйілген тастардың бәрі осы жерде бейіттер. Сонан осы 95 жылдың наурыз айының 25 күні Өмірзақ Тұңғышбаев осы барлық туған туысқандар Жәрімбеттерді жинап, өзінің үйінде Жаңатылап совхозында сол кеңес өткізіп, осы ақсақалдың басын қарайтайық, дұрыстап ас өткізейік деген ниетпен жинаған болатын.
соның өзін мынау көріп тұрсыздар. Қазір мынау кесенесін салып, биыл жаздай бітірдік. Мұнда атсалысқан мынау Бақытжан Базарбаев, Түрікпен Қонысбаев, президентіміз жаңағы айтып кеттім, Өмірзақ Тұңғышбаев, вице-президент Түрікпен Қонысбаев, қалғандар осынау ұйымдастыру комитетінің мүшелері біраз жиналып еңбек істеді. Соның арқасында осында халықтың көмегімен біраз жұмыстар істедік. Осы бабамыздың басын қарайттық. Енді мынау бүгінгі осынша халықтың бәрі көп болып тұр. Осы астың өтуі барлық осы қай уақытта осы Жерімбет бабамыздың әруағы осы бүкіл халықтың бәрін қолдап жүрсін дейміз. Халықтың ниеті қабыл болсын. Болашақтың ұрпақтарына Жерімбет бабамыздың үлкен өмір берсін, бақыт берсін дейміз. Басқа не айтамыз енді. Жақсы, рахмет. وهو العزيز الغفور غفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ولقد زينا السماء الدنيا بمسابق جعلناها للجمال للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم سبح ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات رفعت درجات وقضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب ومجد حنجر خاصة كي طلب خاتم مسلم Қазір Қармақшы ауданының Тайымбет Көмекбаев атындағы серіктестігінен соның шекарасында тұрмыз. Бұл серіктестіктен қазір шамамен сол 20 шақырымдай қашықтықта Қарақтау бар. Біз осы Қарақтауының ұшар басында жиналып отырмыз. Бұл жерде біз кіші жүзде Сарғасқа руынан шыққан Солтан баласы Жерімбет бабамыздың сүйегі жатыр. Мынау қорым сол Жерімбет бабамыздың жамбасы тиіп жатқан жер. Міне өзі қазақта өзіні сыйламай, өзіні әруақта сыйламай, өзі адам байымайды дейді ғой. Міне осыны есептеп біз өткен жылдан бастап осы Жерімбет әулиенің ұрпақтары жиналып, осы жермен жексен болып ұмытылып бара жатқан осы бабамыздың қорымын жаңғыртып, жаңарту туралы ой туған. Міне осы ойымызды жүзеге асыру мақсатында осы Қызылорда облысының Қармақшы, Төретам, Жалағаш аудандарында сонда өмір сүріп жатқан сол әулиенің ұрпақтарын жинақтап, басын қосып, осыған өзіміздің есебімізден ешбір мемлекеттің қаржысы жұмсалмай, өз есебімізден осы басына үлкен бір кесене тұрғызу жоспарлағанбыз. Міне сол жоспарымыз біз жақында жүзеге асып, мынау сол Жерімбет бабамыздың кесенесін дүниеге келтірдік. Осы ас беруге қазір шамамен сол 300-400-дей адам қатысып отыр. Олар қазір өздерін сол дұға оқып, бағыттап жатыр. Ал енді осы Жерімбет әулие кім оны? Осы соншалықты дәріптейтін десек, бұл Жерімбет әулие сол шамамен 1730 жылдары дүниеге келіп, сол 1805 жылдары қайтты деп есептеп отырмыз. Бұл кісі осы кіші жүзде Марал Ишан, Сейітпенбет әулие, міне осылармен бірге жүрген, солымен серіктес болған, ел арасындағы аты шыққан үлкен бір адам. Ал енді сонымен бірге ол кісінің тағы бір ерекшелігі Жерімбетте 3 рет қыдыр көрген деп жатыр елді аңызында. Сонымен бірге ол кісі отырықшылыққа үйреткен, мал шаруашылығын сонымен бірге саудаға үйреткен.
көптеген халықтарда өзі сөзі халықтардың арасында сөзі дуалы сондай ел тыңдатқан беделді үлкен азамат болған бізде туған. Міне енді қазір сол әулиені, сол біздің бабамызды құрметтеп, мына қанша жалпы жұрт келіп, сол кісілерге бағыттап Құран оқып жатыр. Сондай жағдайларды бастан кешіріп жатыр. Ал енді бұл жерде бір үлкен бір байлық тасып, немесе бір халыққа көрсету сондай ниет жоқ. Керісінше осы көптен ұмытылып бара жатқан ата-бабаларымыздың бірін-бірі танып, білу, оларменен бірлесу, оларменен бірлікке, ауызбіршілікке шақыру жасыратын жоқ. Көп уақыт бойы біздің кім екенімізді біле алмай келдік. Ал енді шүкір қазір біз егемендік алдық. Bu şalvar mı kumuz mu? Allah'a Allah'a La ilahe illallah Muhammed Resulullah Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Hepinlerin salavatı ve amizlerin betimliklerin İmanı da dostlarına alıp keyiflesin artık doktoruna yapsın. Mil toprağa alıverdi, Kur'an diye de mil. Neyle aynalayın, gözüm okuyup da olsun. Ana o şimdi toprağa aynalayın, toprağa alayın. Aynalayın, toprağa alıverdi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim Maliki yevmedin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sıratal mustakîm. Sıratal lezîne Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yulad lem yekun kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yulad lem yekun kufuven ahad. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yulad lem yekun kufuven ahad. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Subhan Rabbike Rabbil İzzeti ve yasifun ve salamun murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yarımbet atamızın ırpaklarından yatkın yerine toprağa torbalarına, tuğan tuşlarına, ata-babalarına, tuğan ünlülerine gayret yegesin. O sesin kelimesini tuzağa siyirdim bahsetmiş. Altıdan 800'e kadar Bana o Arap İcaz Hanım yok bana. Onu Avgastan'ın kilgin azam dedi. İcaz Hanım'ın bir gösterisi. Allah razı olsun. Son aytan bu. Sizden takılda smegene olmadı. Jerim bitti. Afganistan'dan bir kere koysan köyüm İcaz Hanım. Biz Afganistan'da mı diyeyim? Bizler böyle mi istiyorsunuz yapmışlar? يا حسرة على العلاج ما يأتيهم من رشد إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا أخرجنا حظا فمنه يأكلون ثم رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام ثم رضي الله تعالى قدم الشريعة الإمام أعظم صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Oturlar ağaçlar. Bunlarınki sevdiği aşağın bir تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر وسقا وسجن بدولة أطلبتي ورزق أعظم مصم مرحمة بيوم الشفاعة الله تولنجي إيمان تريسا وتوفيق مسلم مرغز ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من شاء اتخذ إلى ربه مدبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينزل المرء قدامت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Осы оқылған кәләм шәрифтің сауабын бабамыз Жарымбет атаның рухына бағыштадық. Алды пеш, арты кенш топырағы торқа Құдайсы қабыл болсын. Андан бері 5 жыл уақыт өтті. Осы 5 жыл ішінде бүкіл мұсылман халқы, оның ішінде қазақ халқы өзінің өткен зиялы адамдарының барлығын еске алып, әулиелеріміз бар, бабаларымыз бар, жақсы керемет әкелеріміз өткен, елді қорғаған азаматтардың бәрін еске алып, осы көпшілік жерде осында ескерткіш орнатып, артындағы ұрпақтары қызмет жасап жатыр. Соның бірі өздеріңізге белгілі біздің бабамыз Жарымбет әулие. Бүкіл Жарымбет әулиенің ұрпақтары болып, ақылдасып, ойласып, өйткені атамыздың жатқан жері белгілі. Мына сіздердің бастарыңызды қосып, осындай мінекей осы кешене салдық. Өздеріңіз мына аралап көрдіңіздер, жатқан жерін көрдіңіздер. Осы біздің бүгінгі жиынымызға енді менде бірталай мынау сөздер бар, 5-6 бірақ. Сол уақыт алмайын деп отырмын. Бүкіл енді 300-дің баласы жиналып тұр десек артық болмас. Соның ішінде Байлы, Қаракесек, Жетіру, Керей, Қыпшақ, Қоңырат руларынан жиналып отыр.
Атамыз жөнінде осы менің сөзімнен кейін баяндама бар, айтылатын. Сонда айтылады, сондықтан мен сөзімді қысқарта келіп, бүгінгі Жәрімбет әулие бабамыздың кесенесіне байланысты, мынау сіздердің халықтың жиналуына байланысты, осы жиналысты ашық деп жариялауға рұқсат етесіз. Баяндама жасау үшін сөз 8-10 минуттың көлемінде Үйрек Мақсат дейтін ағамыз бар. Мына Төрентамда тұрады. Сондағы қазақ тілі қоғамының төрағасы, сауатты ағамызға сөз береді. Ұйымшардың мынау халықтары бүгін мінекей біздің Жәрімбет әулие атамыздың кесенесінің біз жанына келіп тәует етіп тұрмыз. Ал ендігі жерде осы Жәрімбет атамыздың әруағына сыйынып жүру үшін кішкентай бала шағамызға дейін алып келдік. Құрметті мұсылман қауым, Советтік социалистік республикалары одағы ыдырап, күніміз оңынан туып, Құдай оңдап, ата-бабамыз армандаған өз алдымызға егемендігімізді алып, Қазақ Республикасы болып мемлекет атанып, президентімізді сайладық. Елбасымыз Әбішұлы Назарбаев ерен еңбегімен қазақ елін жер жүзіне танытты. Сөйтіп өзіміздің көк байрағымыз, әнұранымыз бен ел таңбамыз бар іргелі елге айналдық. Барлық жер жүзі мемлекеттеріменен дипломатиялық қатынастар орнаттық. Міне соның арқасында 70 жылдан аса уақыт Ресейге бодан болсақ та, еліміздегі бодан болып, еліміздегі орыстар, орыс емес халықтар өз тілінен, дінінен, салт дәстүрінен жұрдай болған еді. Соның ішінде әсіресе қазақ халқы біздер тілімізден, салт дәстүрімізден жұрдай болған халықтың біріміз. Өз отанымыз Қазақстан Республикасының ата заңы күшіне енді, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып ата заңымызға алтын әріппен жазылды. Дініміз қайтадан қайта оралды. Кеше ғана 25 қазанда Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстар Қазақстан Республикасының тойын тойлап өттік. Міне ағайын, осы кезде біздер өзіміздің егемендігімізді алғаннан кейін қайбір ұру болмасын, қайбір ұлт болмасын, өздерінің ескі ата-бабаларының әруақтарын еске түсіріп жатыр. Мінекей бүгін біз мынау айналайын әулие Жәрімбет атамыздың кесенесінің жанына келіп, мына қалтамызда қазір бір уыстан топырағы бар. Топырағын салып ауылға, елімізге, бала шағамызға алып баратырмыз. Алла мен осы бірінші Алла, екінші Жәрімбет әулиенің әруағы әр уақытта мына ұрпақтарын, бүкіл қазақ халқын, бүкіл мұсылмандарды қолдай жүрсін деймін. Ол жерде Жәрімбет әулиенің өмір баянын айтып жату менімше өте үлкен тарих. Сондықтан да газеттен, журналдардан оқып жатқан боларсыздар. Оның ұрпақтарының өздері біледі, ата-бабасының кім болғанын кезінде. Сондықтан бұл жерде мен көп уақыт алмай-ақ қояйын. Ол жөнінде мынау Дайрабаев жолдастың Сыр бойы газетінде жарияланған Жәрімбет би атты мақаласында біздің Жәрімбет бидің аты сонау Ресейдің заманының өзінде губернатордың қолындағы тізімде бар екен. Тарихта бар кісі болған бұл кісі жер жүзін аралаған. Торғайда, мынау Ақтөбеде, кейбір жерлерде Жәрімбет атамыздың аттары жазылған, кейбір жердің аттары бар екен осы кезге дейін. Бұл кісі, мысалы, біздің жаңағы әскери, Орынбордағы әскери губернатордың қарауындағы тізімде де болған. Міне осындай тарихи деректерге біз сүйене отырып, Жәрімбет атамыздың келешекте тарихын жазады деген азаматтар табылады деп ойлаймын. Жәрімбеттің әулиешілігінде бұл ел аузында қалған әңгімелер көп. Оны да мен бұл жерде келтіре алмаймын. Жаңағы 3 кісінің қай жерде қайтыс болатын, қай жерде қалатынына дейін болжаған кісі, оны өздеріңіз естіп білдіңіздер, газеттен, журналдан оқыдыңыздар. Ал енді мұның ішіндегі әулиешілігіне бір дәлел, бірде атпенен ел аралап жүрген кезінде, мына Ташкент шаһарына келгенде, бір досының үйінде атын байлайын десе, сол үйде жаңағы атына жем шөп болмаған. Сол кезде досы айтыпты, өзінің жағдайын жасар мынау, мына атыңның жағдайын қалай жасаймын деген екен. Сонда Жәрімбет атамыз айтыпты, Алла қосса өзінің таланыменен көреді да деп атын шерелеп бос қоя берген екен дейді. Сол түнде дауыл тұрып, Ташкент шаһарында, анау сол кездегі жаңағы қоржын үйлердің төбесіндегі ана шөптердің бәрі жерге ұшып,
ертеңіне азанда қараса аты тойып тұр екен дейді бір жерде. Міне Жәрімбет әулиенің жаңағы несіне біздің жаңағы Жәрімбет әулиенің әулиелігіне дәлелдің біреуі осы. Ал енді ондай дәлелдер көп. Сондықтан да мен мына сөзімді қысқарта келіп бабамыздың ұрпағымыз қол жайып сиынатын мынау балаң төретам ата қоныс өмір берген шамалы кідіретіміз да шашасыздар ғой артына төретам ата қоныс өмір берген шашуды кідіретіңіздер шамалы шашуды кідіретіңіздер артынан шашасыздар қазір ақша шашыңдар шашу шашыңдар ұрпағы Жәрімбеттің өсіп өнген балдары Айтболат пен Даңбай атам еңбекпен ат шыққан осы жерден сыр бойы жаз жайлауын малдың қамы ерделе көшіп жүрген барлық жаны құсталып ит жүгіртіп қақпан құрып күн кешкен ата бабам жанып бағы Жәрімбет қыдыр көрген дейді халық үшін қызмет еткен жанын салып дүнияның төрт бұрышын аралапты көмегін аямапты болса қарып сол атам айтады екен балдарына келешек қара депті жан-жағыңа бір кезде қал орнайды осы жерден сиынып болжам айтқан алдағыға тағы да айтқан дейді талай болжам айтқаны келіп отыр оңдан солдан орнаны төретамнан үлкен қала ұшырдық ракета Байқоңырдан кішкентай қалдай беттіңіздер жиналған осы тойға барша халық айттым сөз азын-аулақ жүрек жарып ұрпағы Жәрімбеттің мақсат атым есткен ағайындар болсын қанық құрметті ағайындар Базарбаев Бақытжан біз енді бұл құрылысшы архитектор деп мен атақ бердім өзім бүгін ал енді мына кесененің бәрін осының бәрін мына жазып осындай ішіне қанша жаңағы өнерлеген жігіттің біреуі басында жатып осы Бақытжанға халық атынан рахмет айтамыз. Бақытжанды көрсетейікші міне. Қандай азамат. Ал енді мынау Төремұратов Қыстаубай. Ал енді бұл азаматқа да халық атынан рахмет. Енді Ахметов Ораз осының бәрінің өрінде қырғаттан неғыластан қыстау жаңа үйі өздеріңіз жанды істейтін ағаның үйі ғой жанды істейтін ағаның үйі мынау енді Тәуіпбаев Асылбек бүкіл автомашинасының бәрінің осы жерге кәдімгі қатар түсіп қойған азаматтың біреуі Ахметов Ораз бұл енді бізді жаңағы барлық неменен қамтамасыз етті ау дейм, осындағы тіптен жаңағы төбесінен үйіп қойды продукты дегендер. Әнеге осы азаматқа көп рахмет. Енді ағайын, біздің мына Төретамда Ермеков Жақып деген жігіт осы зарқағып жүгіріп жүрді осы жерде мына көбанқы қалпағы бар басында. Полковник милиция. Ал енді онымен полковник деп жүрген жоқ жаңағы халыққа қызмет жасап жүр. Үрістенбаев Құттыбай деген жігіт. Есте. Алда жанып Тоймұрат деген бар, мына өздеріңіздің жаңа қаланың ауылдың жігіті. Оның әкесі отыр әлі жерде мінекей. Ал енді осы жігіт де көп көмек берді бізге. Ал енді мынау да көрпе басымызда қос жастық келген үйіміздің бәрі де. Мына жаңа қаладағы мынау ағайындарға көп осы Жәрімбет атамыздың ұрпағының атынан рахмет айтамыз. Бала шағалары. Ал енді тағы бір не бар енді. Ал енді мынау Итімбек деген бізге әрі жиен әрі күйеу. О Төретамда бір құтпалдарына Жәрімбет атамыз. Мына Жәрімбет әулие атамыздың атына арнап бір крем әкелген екен. Соны жаюға рұқсат етіңіз. Мына жерге, мына кісілердің ортасында. Осы жерден 2 бөлмелі үй салынады. Соның ішіне осы кілемді ілеміз.
Tarihten de, başka әңгімелерден de, қалқаудындағы ертегі сөздерден de жақсы білеміз. Ал енді біздің елімізде бір даналық сөз бар ғой. Мына тірі адамдар өлген адамның көзін жұмады. Ал өлген адамдар тірі адамдардың көзін ашады дейді. Ал енді бүгін біздің көзіміз ашылып тұр ғой деп ойлаймыз. Бұлар бізді алдағы уақыттағы көптеген үлгілі істердің төңірегіне қарай бағыт беріп, біздің көзімізді ашып, дүнияға, тарихқа көзқарасымызды әдеуір өзгертіп тұр. Ал енді біздің жерлесіміз Серғалы Солыбековтың көп әңгімесі бар. Осы әңгімелердің ішінде бұл Жәрімбет әулие туралы, қыдыр көрген Жәрімбет шежірелерінде басқасында көптеген әңгімелер бар. Ал енді Әзім молданың балалары екен бұлар Үргеніштен келіп, Бұхардан, сояқтан оқуларды бітіріп келіп, осы елге келіп, әулиешілік еткен екен. Осы кісі Жәрімбетпенен бірге жүріпті, бірге тұрыпты. Екеуі осы төбелердің басында әңгімелескен, болашақ жататын жерін, тұратын орнын осыны әңгімелеген деген әңгімелер бар. Ал енді мынау Ресей тарихындағы көптеген тарихи материалдардың ішінде бұл кісі 1785-1828 жылдардың арасындағы қазақ СССР тарихындағы мәліметтерде соның 4-ші том 514-ші бетінде осы кісі аты аталып әруағы көтерілген. Кешегі Сарыбайдағы Қалам Батырдың қызы Назымды қалмаққа алып кеткен жерінен соны қайтартып алатұғын, соны әкеліп тақырдың үстінен шұқыр тауып беріп орналастырып, қуғыншыдан аман алып қалатын осы Сейітмембет әулие, осы әулие Жәрімбетпенен бірге өмір сүрген деген мәліметтер бар. Ал енді осы Назым, бұл Назым осы Шөмекейдің ішіндегі мынау неге барған? Мына Көкшіп Құланбай дейтұғын біздің жерлесіміз осы кісінің осыны анықтап тұрып жазады. Ал енді осыдан сауда белгілі сауда осы Назымнан туады екен деген мәліметтер бар. Бұлар уақыттарды мен атын атап тұрған себебім бүгін осы халықтың жұртшылықтың жиылған жерінде басқа да әруақтардың аты аталып, олардың да осы елдегі істеген қызметі, зейнеті бәрі көрінген артық болмас еді бұған оның бізді. Бірақ уақыт аз, оның бәрін айтып жатуға уақытымыз да жоқ. Мынау табында Шоңбай дейтұғын ақын Tek o sırada bilmesin mi? Şu. Gözüm bilirsin. Şimdi ben bilirim. Gözüm bilirsin. Başkanlığı yetmiyor. Ne işte onlar var mı? İlk önce. Şazı var mı? Tarihini aytsın. Tarihini 600 daha. 726 yıl falan. 802 Bizde oruç sarğasqa deyilirdi. Bu kişiler бүкіл ел халқына да тіпті кішіздің болса ғой. Кішіз, оның ішінде Шөмекей тайпасы, ар жағында барып, бұрын сарғасқа аталған, сарғасқа аталған. Халқы мысалы, былай дейді ғой, жетіру дейді. Біздің беліміз шот аяқты ғой ма? Мынадай, әр жерде.
Былайша қарап тұрсам, былайша құм сияқты. Кәдімгі балшық. Қасиеті бар болғаннан кейін. Беруге, ерекше ұрпақтардың орнының мәңгі рухын көтеріп жүруге тілектестік беремін. Әрқашан ауыз бір шықпасын барша. Дегенмен бұның бір ерекшелігі бар. Қаздай осының қандай еңбекпен салынғанын көрдік. Күннің ыстысында, осындай қиын заманда сонша жерден тасып әкеліп, басында осы айлап жатып, Ол кезде мына жол жоқ. Иә. Мына жол жоқ. Осы жолды салып берген бізге өмекеміз бастап келді. Сондықтан мынау енді үлкен еңбек жасадыңыздар біріншіден. Мынау Жарымбет бабамыздың осы әруағы қолдап, осы жерде біз іргесіне осы 10 істеуіп, ел болып жатқаныма қазір 30 жылдан астам уақыт өтті. Былтыр 30 жыл болып, биылдегі 31 жыл осы жерге мыңғыртып мал өсіріп, бала-шаға тәрбиелеп, ұрпақ тәрбиелеп, қызығын көріп, мінекей осы заманға жетіп жатырмыз. Ол да осы әруақтың Жарымбет бабамыздың шапағаты болу керек. Сондықтан мінекей өмірге сіз бастаған мынау үлкен елге рахмет дейміз. Келіп үлкен жұмыс жасадыңыздар. Қорытындысыз деген мынау басып отырып жатыр енді. Мынау келген қадамдарыңыз құтты болсын. Кешеден бері қаншама тілек айтылып жатыр. Әрбір үйде оттың басында сол тілектің бәрі қабыл болсын. Жолдарыңыз болсын. Әрқашан мінекей аманшылықпенен осы елде, осы жерде мынау бабамыздың жатқан осы төбесінің басы қарақ деп атайды ғой. Бүкіл елге белгілі. Кездесіп тұрамыз, келіп тұрыңыздар елге жиі. Осы айтқан тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын, рахмет. Шамалда болсын. Ағалайкüm елдікті ел дәстүрін бағалайтын ортаға ақындарың шықты міне мәнерлеп сөз асылын саралайтын шалқып тұр жыр жолдары жүрегімде өлеңсіз сірә өмір сүремін бе тәрілтті Жарымбеттей әулиесін ұрпаға ой басын қосып сыр елінде бұрыннан естушем той әзірлігін баба ісі тапты бүгін әділдігін бас құрап келіп тұрған ағайынға жақсы сөз тауып айтсам қадірлімін құдайым құдіретімен дарын деткен өмірі дін шариғат жолын дөткен таныған исі қазақ әулие деп бір мағлұмат айтайын шәуи Жарымбеттен теліген өзіне бір аталықты пірлерден жастайынан баталыпты үш рет қыдыр көрген бұл атамыз әрби һәм әулие атаныпты қазақты шын мұсылман етем деген төбіне әділдіктің жетем деген білсеңдер әулие ата өмір бойы ой киелі ой қарақ тауын мекендеген әуелден бір аллаға шаққан ісі ұрпағының қайтады аққан ісі қадірлі көмек байып тұрғындары бұл да болса еліңнің мақтанышы жүрегім қуаныштан жарылады ақ тілек ақ көңілден ағылады ұрпағым дүрілдетіп той қылды деп аунады ай бабамыздың әруағы той қылып қуанып той жасады қандастарым суырылып топ алдында ән бастадым асына қабыл болсын айталық шәуи жиналған ұрпағына сарғатқаның ақында ойын айтып серпілмеген жан бар ма сірә бүгін желпіндеген асына әулиенің арнау айтқан мен едім жерлестерің еркіндеген
Aman Sermet babam aman. Aa babam beni de. Ben dolayım ondan. Yığılacak. 500'den şurada koymadım. Yaman'a geri de karar. Ben Molda'nın sözlerinde dar yüzdette var Molda'nın. Ben Molda'm var Molda'da. Babam amama. Buna bağıracağım bunu ki meşittim diyorsun. Tamam hadi. Şeytan ayıplarım bana. Bunu biraz hanım ayıplarım. Allah'a versen anasını ver. Oraya bu şirden ağlamıyor sokuyor. Oraya gitsin. يعلم ما بين أيديهم وما Şuhaqtın dalğan dəni keriyeda varada yerkelevşedigo babam saya bağım karana kayıtbadav bilden yeşteme kanşama yerkok bolğan ben canıma bir saya bolğadım halkı vardı kayık sordu kayırlı buldu babam kabrı aldından aldı yarımına kanşama yerden kalmanap gelgen aktarına verseyd sabren ömren özgürçlegin ay ölüm ortak jav serek aldı yar taksır golemay
Okusun almak batasın. Korganıma, korganıma, kalkışma. Aldığından Allah jarılga beli öke jelden beri. Kuday kossun kusağım armanına yetken korganıma, vayvatıma. Can saya bakma. Aldığından Allah jarılga akşama. Kanşa halk gelip satın. Namangdan akkan sanlaktın mırpağı er kandası. İyi bol yendi izin ergede jatıp kalmaşı. Endigi tilek senderдің kanatlarının talması. Alkağa tüssü jönelgen sireli jırga kenelgen. Keteni kiyen kaldırma. Tesbileri kızı yejelden. Ne şemşettiňe ne şememşe kuyganday kımız gözüňden. Şarşı topay tüskende ötkelsiz göter gözünden. Ne jappır men berman jan suyer atbirak. Sizi meni Çigetin ay miyik jalday. Nafasyňa bak pürkütü. Balapanda bisiye bangumdular ay anday anday. Baktaşı bakkusuna bolgandan soň akbaldyň özak geler ay kansalday. Ötersiň bul dünýadan esen aman tirlikdiň deňizinden ay awmay dalmay. Dünýeden bul suýakdy bosganmaňdar ögetdi bul suýakdy ay kulak salmay. Жәрімбет әулие атындағы осы жердегі Жәрімбет әулиенің кесенесінің жанына келіп тұрмыз. Ал енді міне осы Жәрімбет атамыздың әруақтары қолдасын деп біздің бұл жерге қанша халықтар, қанша ұлттардың өкілдері осында келіп жатырмыз. Бүкіл Қызылорда облысы деуге болады. Ал енді осы Жәрімбет әулие кесенесін салудан бұрын біз Төретам қыстағындағы осы Жәрімбет әулиенің ұрпақтары бәрі жабылып, біз Жәрімбет әулиенің атын бердік мешітімізге, мұсылмандар мешітіне. Біз сондағы мұсылмандар мешітін көркейтіп, соны осы ұрпақтары Жәрімбет әулиенің осы қандай қазір міне жаңадан имамымыз келіп сайланып, молдаларымыз өзі сайланып, біздерде қазір міне бүкіл Байқоңыр аймағындағы халықтарымыз қазір мұсылманшылық жолға түсіп, өзі қазақшылық салт дәстүрімізді орнатып келе жатырмыз. Сондықтан менің тілегім, ендігі қалған мына жастарға осы тәлім тәрбие үйретуде біздің мешіттеріміз, біздің мына молдаларымыз, біздің мына үлкен кісілеріміз жастарға үлгі болып, осындай мінекей мына әулиенің арқасында ендігі жерде біздің қазақшылығымызды, салт санамызды дұрыс жолға қойсақ деймін. Алла Тағала өлгенге иман, тірген сау тауфиқ тыныштығын беріп, адым болсын мархабат, паям болсын шафаат. برحمتك يا ارحم الراحمين الله بوكسن اتجن يسمج
Mına janına başka da salat olsun da ya. Anası. Ya janına başka da salat var mı? Kim. Ana öldüm ben ha. Münazirde ko'rindimi? Azap kana koy mına. Şeyimiz çıkabilir yok. Bakın batır söylesken deyip formda olmamız керек. Bir-birlerimiz. Mınaның барлығы керемет жақсы. Мына көріксен көп күле берме. Naqshda ko'chasizdirmi? Ha? Basındırma. Xudo biz kamasini shunday holatni bo'ldi qo'yib. Olmaydı kadar durmak. Kadar da sürücümüz buradayız. Атақтың бәрін алып